Ал бүгүнкү мынау жасанды интеллекттин төңкөрүсү алдыңкы төңкөрүстөрдөн алдыкайда сурапыл болот. Ал илесе алмасак артта калууга апарып согот. Дагы бир кооптун өзү жасанды интеллект адамдын ордун басам, куртуп жибере ма деген сыяктуу. Ондай кауп бар. Ондай кооп бар. Адаммен деңгейлес. Адамдан асып түшөт. Адамдын мыйы булшугет сыяктуу. Истеткен сайын ол Шыңая берет. Ал истетпесең ол солуп калат. Мый картаймайт эмес, картаят. Кээ бирөөлөрдүкү 20-дан кийин болду, битет. Сосын ары карай мый истетүү кабилетинен айрылат. Куртуп жаткан мына пәле менин акем көкбет дейтин ана калк мәңгүрттөнүп бара жатыр. Акчаны кыйналып отур. 70 миллиард акча тауыпты бір жылда таза пайдасы. Оны калай пайдаланат? Оны сиз бен биздин урпагыбызды улап тауып жатыр. Соны улап улайт да итке сүйөк атырган сыят бирдекен лактыра салса халык анан аспанга көтөрүп жатыр да. Анау баланы окутабыз, ден соолук, ден соолугунду куртуп ден соолук деген ол сен мазак кылуу эмеспи? Армысыздар, биздин Жаңа Казак YouTube каналыбыздын турактуу көрөрмендери. Жаңа Казакстанды жаңа казактар жасау керек. Ол ел деген, мемлекет деген тек қана жер, ошол жерде гыймарат, завод, фабрика эмес. Ел, мемлекет деген ол адамдар. Сол адамдардын жаңа санасы пайда болгон кезде біз армандап жатқан жаңа Қазақстан жасалады. Бүгін соған арнайы түсірген хабарлардың бірі мына жасанды интеллект, робот жасау, программа тілін қазаққа үйрету болатын. Өткен хабарымызды міндетті түрде көріңіз. Қазір хабарды түсіну үшін заманға қарай ұрпағымды тәрбиелесем, өзім де заман ағымына қарай ілессем десеңіз, бұл хабардан ажырамаңыздар. Сол жаңа мына технологияны, ақпаратты технологияны игеріп келген Қытайдан келген бауырымыз Қайрат Қасымбек өзін Реказ деп айтады екен. Ре деген оралу ғой. Қаз деген Қазақстан, елге оралып деген атпен өзін қойған екен. Сол бауырымызбен өткен жол бір хабар жасадық. Бүгін соның жалғасы. Бұл хабардың түбі болмайтын шығар деп ойлаймын. Өтті көп хабарлар түсіреміз, халыққа қызмет жасаймыз. Бұл бір ақша табу, сауда жасау емес, халықтың санасын заманның ағымына қарай бұру. Басқа елдер қайда кетіп бара жатыр, да? Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Барай атамыз кезінде айтып кеткен. Сол сияқты қазір де өнер бар жұрттар неше түрлі нәрсені жасап жатыр. Көштен қалуға болмайды. Соны Қайрат өткен жолы шындығын айтқанда өзіңді айттың, кішкене шаршап отырдым, түнімен ұйықтамадым, таң бозынан көзім ілмей келіп кішкене әттеген ай болып қалды деп. Енді асығатын ештеңке жоқ, бірақ асығу керек. Мұқағали ағамыздың өлеңі бар, асығу керек, асығу арт жаққа қалдырып нажағайдың жасуын деп. Шынымен қазір асықпасақ болмайды, жайбасар ұлт болып қалдық. Дегенмен өткен жолы әттеген ай деген халыққа жеткізе алмадым ау. Бұл жасанды интеллект деген не, оны немен жейді, немен ішеді деген сияқты сол хабарды тағы да бір қопарып халыққа қарапайым тілмен бірінші сыныптың, бірінші класстың баласына түсінікті қылып, 70-80-дегі қарияларға түсінікті тілмен бір айтайық. Неге бұны игеру керек? Неге осыған бағыт алу керек? Неге жастарымызды осыған қарай тәрбиелеу керек екені жайлы тағы да бір кеңінен отырып сөйлесейік. Сонымен мен өзім соның дәмін татып, қолмен ұстап, соның игілігін көргеннен кейін сіздерге насихаттап жатырмын. Ана бір әтеш болады ғой, бір жерден бір жем бірдеке тауып алса, қот, ойбай, келіңдер, мында бірдеке таптым, пайдаланыңдар деп. Мен де сол сияқты. Қазір күндіз түні тілім жеткен, көзім көрген адамдарға, қазақтарға айтып жатырмын. Айналайын, қазағым, мынаны меңгер, денім сау болсын десең, осыны меңгер, табыс табам десең, осыны меңгер, ұрпағым табыскер болсын десең, осыны меңгер, елім бай болсын, елімнің қорғанысы мықты болсын, қазағымның болашағы болсын деген адам осы жасанды интеллектті меңгеру керек. Сонымен тағы да өткен жылы не нәрсе айтылмай қалды, көкейіңде қандай сөздер қалды. Жалпы тағы да халыққа жасанды интеллект деген не, бұны неге меңгеру керек, бүкіл қазақ. Өйткені ана Давос форумында ана Шваб бір баяндама жасаған, сонда айтқан, қазір бүкіл есі бар елдер осымен айналысу керек дегенде, Ресейдің президенті Путин, Қытайдың да, Американың да, мысалы, неге ол Илон Маскының қасына шақырып алды Трамп? Бостан бос емес. Түркияның президенті, барлық елдердің президенті, 4-ші өнеркәсіп төңкеріліс,
революция осы жасанды интеллект, осыны меңгеру керек деп мемлекеттік деңгейде күндіз түні айтып, соған үлкен қаржы бөліп жатыр. Соған өзен сөзің аузыңда. Жаңа өзіңіз айтқандай, алдыңғы үш өнеркәсіптен көрісте бізбен түк қатысы болған жоқ. Негізі біздің бүгінгі тағдырымыздың осылай болып қалу себебі алдыңғы үш төңкеріспен біздің негізінен тым қатысымыз жоқ. Қазақ соған араласа алмады дейсің ба? Араласа алмады. Әттеген-ай, енді түрлі жағрапиялық орналасу, саяси ахуал, тарихи жағдайлардан біз сыртқы елдерден таяқ жеп қалдық. Дамуымыз тоқырап қалды дегендей. Соны тағы да айтып кетші, көп халық түсіне бермейді, ол не төңкеріліс деген. Бірінші төңкеріс. Иә. Алдыңғы неде айтқаныңызда, енді бұл жерде алдыңғысы барлық халыққа енді түсінікті ғой. Пар шығу, электр энергия шығу, интернет шығу. Төртінші төңкеріс, жойқын төңкеріс, ол жасанды интеллекттің шығуы. Бір мына жерде тұрған бір чат GPT дейміз ба, DeepSeek дейміз ба, OpenAI дейсіз ба, мен оны данышпан деп қойдым. Біреуінің басында миллион ғалымның білімі отыр. Сен айтал, 1000 ғалым дейш, 1000 ғалымды бір жерге жинап алып, бір тапсырма берсең, олар бір-бірімен тіл табысып, келісіп, пішіккенше бір ай өтетін шығар, бір айдың ішінде тіл табыса алмайды. Әркім өз айтқанын айтып кетеді. Ал мынау 5-ақ минуттың ішінде өткен жолы мен 2 сағат па 3 сағат бір тапсырма бердім. Ғылым докторының еңбегін жасап шығарды ғой. Міне жасанды интеллект деген не? Енді алдыңғы жол жаңа бу машинаның тапқырлығы, компьютер деген сияқты, бұлар негізі кім бірінші тапқырлап шыққан ел? Бу машина негізі ағылшындар ғой, Англия. Соны тапқырлаған сәттен ақ бұл одан кейінгі елдерді көш құлаш тастап басып озды. Күн батпас империяға айналды дегендей. Осының барлығы техникалық төңкерістің арқасында сол деңгейге жетті. Ал бүгінгі мынау жасанды интеллекттің төңкерісі бұл енді алдыңғы төңкерістерден әлдеқайда сұрапыл болады. Өйткені бұл қазір негізі жалғыз жасанды интеллекттің жалғыз шоғырланған мекен деуге болады. 95% деп айта аламын. Бұл Америка. Қалған 5% басқа Қытай, Еуропа сияқты мемлекеттерге бөліп тастауға болады. Өйткені Америка қазір жасанды интеллектті жасауға арналған хардвар, қатты дене мен софтвар жағынан мүлдем алда келе жатыр. Және негізін қалаған және осылар. Хардвар деген дене десеңіз, софтвар деген ми десеңіз, осылай түсінсеңіз болады да. Сіздің жан мен тән дегеніңіз сияқты. Менің жан мен тән деген сияқты. Софт деген жұмсақ, хард деген қатты. Қатты деген адамның техника бірдеңкені білуі, ұстауға келетін, ал софт деген ол ми, ол білім, ол теория. Енді Америка бүкіл әлемнен бұны қалай меңгеріп отырсаңыз, утечка мозгов дейді, мидың ағуы. Қай жерде бас істейтін адам бар, соны ана магнитпен сорған сияқты шук деп сорып алып отыр ғой. Неге дегенде, оған кереметтей жағдай жасайды. Бүкіл атақты университеттердің есігін айқара ашып тастайды. Мысалы, Семейде 8-ші мектеп деген болған. Керемет мектеп. Менің балаларым сонда оқыды. Соны бітірген Қуат деген балаға Америка 5 па 6 университеттің мектебін айтты ғой. Университеттердің кез келген есік ашық. Жолың, жатын орын, тамағың, оқуың бәрі біздің мөлшерден деп, ол қазақтың баласы немен ғашық болып отыр? Мені ғашық болып отыр ғой. Дәл осы сөзіңіз аузыңызда. Бұрын мектепте, жұмыс орындарда бүкіл әлемге ашық болатын Американың. Қазір Трамп таққа шыққаннан бері біреулер айтады, ол мүмкін нәсілшілдік шығар, сырттан келген адамдарды көп қабылдамай жатыр. Өйткені мұндағы бір маңызды себеп, болашақта өндірісті бұрынғыдай адам күшімен емес, роботтың күшімен атқаратын заманға таяп қалды. Сондықтан артық еңбек күш, артық тамақ жейтін ауыз қоғамда толқуларды алып келуі мүмкін. Түрлі нәсілдердің біріккені өз білесіз ғой. Енді Америка бір ұлтты мемлекет емес. Әр қалада өзінің бір ойы болады. Сондықтан болашақта енді оларға арзан еңбек күш, мысалы Мексикадан, Қытайдан деген сияқты олар енді көп қажет емес. Ал жаңағындай зерттеу орындарында да ақылды адамдардың қажеті бұрынғыдан жарты деңгейге түсіп қалды. Өйткені зертханаларда көбінде осы жасанды интеллектпен, мысалы медицина жағынан адамның генін, ауруларды, мысалы рак аурулардың, қатерлі ісіктердің емдеу жолдарын, оның қалай оған төтеп берудің жаңа дәріні зерттеу жағын көбінесе жасанды интеллектке беріп қойды. Өйткені ол күндіз түні ұйықтамайды.
тамақ сұрамайды. Иә, тамақ сұрамайды. Ол тек қана тоқпен қамдасаң болды. Ол бір 20 зерттеушінің 40 жыл зерттейтін тақырыбын ол бір ұзаса бір күнде шешіп тастайды. 20-30 күнде ақ ол зерттеп оны шешіп тастауына мүмкіндік алып беріп отыр. Сондықтан Америка қазір арзан еңбек күшпен өте қатты істейтін талантты адамдар болмаса, кәдімгі бұрынғыдай барлығын қабылдай беру тоқтатқан себебі де осы. Ол меніңше Американың нәсілшілдігі деп ойламаймын. Құл темір деп атын босқа қойған жоқ қой. Иә. Ол құл деген сұрауы жоқ, дем алмайды, тамақ бермейді, құлды сөйтіп жұмсайды. Анау құл темір. Ренжімейді, ашуланбайды, тамақ сұрамайды, ұйықтамайды, қателеспейді. Ол құл темір кәдімгі. Өзі ой екі еңбек бар, мен айтамын. Ой еңбегі, ден еңбегі. Иә. Ана ең алғашқы ана пар машинасы бірінші немене шыққанда, ана төңкеріс шыққанда, ана заводта жұмыс істейтін жұмыскерлер, олар ана кесте тоқитын, жіп иіретін машинада қолмен айналдырады, ана темірді кеседі деген сияқты. Сонда анадай барып пармен істейтін машиналар шыққанда, олар қарапты да ана машинаға қойғанда сындырған қойғандар. Неге сындырды дегенде, біз қалай нанымызды тауып жейміз? Мына темірлер біздің орнымызды жұмыс алып қойды деп, оларды лудит дейді, лудиттер. Ана қиратқан сонда инженерлер, ана бастықтар айтты, қорықпаңдар, сендердің нансыз қалмайсың, жұмыссыз қалмайсың, сен мына станоктың темірін жонасың, оны қызмет көрсетесің, сынса жөндейсің, сен оған темір терсекті әкеп, ана затты әкеп беріп отырасың, саған жұмыс табылады деп, оларды тыныштандырған ғой. Ал енді одан кейін неге дегенде адамдар қара жұмыстың бәрін темірге берді, миымен істей бастады. Ал енді сенің миыңмен істейтін жұмысты бұны алайын деп жатыр. Иә. Сенің басыңда керек жоқ болып қалды. Сондықтан Америка артық ауыз керек жоқ дейді ғой. Шу шығаратын, әңгіме айтатын, көшеде қылмыс жасайтын артық керек жоқ. Еркіндік талап ететін, талап ететін. Ертең бізге әңгіме жоқ деп олар қысып жатыр. Өйткені мысалы Google-ға бәленбай 1000 адамның 10 мыңнан адам біреуін таңдап алады екен. Оған кіру үшін ең бас істейтін 10 мың адам біреуін таңдап алады. Солардың 6 мың өткен жылы 10 мың далада қалды. Иә, оларды қысқартты ғой жұмыс көздерін. Өйткені оларда қазір бұрынғы жұмыстың 50%-іне енді адам керек емес. Сондықтан ол қысқартатын адамдар мимен істейтін өзін. Иә, мимен жұмыс істейтін, қайталама жұмыстар көбінесе. Программист. Программисттің көп керек жоқ. Программисттердің де бірталай бөлігі жұмыстан босатылды. Өйткені ол қайталама жұмыстармен айналысатын программисттер ғой. Ал негізгі анау терең лайбрери, түрлі саланы біріктіре алатын программисттер, олар аға инженер деңгейдегілер, олар қалады әрине. Ал енді қайталама жұмыстар ChatGPT оның орнын алып кетеді әрине, жасанды интеллект. Жақында бір мықты маман жазыпты. Жасанды интеллект сен егер интеллектуальный баспен істейтін жұмыс істеп отырсаң, жасанды интеллект сені ауыстырмайды. Бірақ сенің орныңды жасанды интеллект пайдаланатын адам ауыстырады дейді. Мысалы сен егін егіп жүрсең, адамымызға тамақ керек. Сен егін сенің жұмысыңды алмайды. Бірақ сол егінді роботқа басқарып, трактор жіберіп қояды, өзі жыртады, өзі суғарады, өзі дәрісін береді, өзі жинайтын, соны басқарылатын адам сенің орныңды алады. Иә. Солай емес пе? Дәл солай. Кім мейлі адам болсын, мемлекет болсын, кім жасанды интеллектті жақсы қолдана алады, ол сол алға шығады. Ол ақиқатқа айналды ғой қазір. Жаңа Қайрат айтып отыр ғой, жаңа бірінші 3 төңкеріске біз халқымыз араласа алмай қалды. Өйткені біз көшпенді мемлекет болдық. Көшпелі. Көшпенді емес, көшпелі. Тура ата-бабамыздан бұраяғы бүкіл жердегі халықтың бәрі көшпелі болған ғой. Аңның артында көшіп жүрген. Аң қайда барса, жануар қайда барса, соның артында. Олар қардан қашып, мысалы Алматының Балқашқа кетеді ғой аңның бәрі. Сол Балқашқа барады, қыстың күні. Содан кейін бері қарай Алматының шетіне келеді, жайлауда жаздың күні Алатауға барады деген сияқты соның артынан көшіп жүрген. Отырықшы болмағаннан кейін ол сол заманға қалыпты болды да ғылым білім сөйтіп дамымай қалды. Сондықтан пар машинесінде көрген жоқпыз. Ыбырай атамыз айтады ғой, өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғыз дейді. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Сусыздан сусын ішкізді, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді дейді. Аты жоқ құр арбаны айшылық алыс жерлерге күн жарымда барғызды дейді. Соны айтады, анау
шайтан арба деген ғой бір пармен шығып тұрған да Иә, қазақтар. сөйткен, иә. Оған қатыса алмай қалды. Тоқпен істейтін жұмысқа қатыса алмай қалды. Ол шыққан кезде бейхабар болдық. Интернетке де ешқандай үлес қосқан жоқ. Соның үлесін ең алғаш шығарғандар кетіп қалды. Енді бірақ мен ойлаймын, жасанды интеллект меңгерсек, аналардың қазір бір реактив самолетқа отырғандай, олардың алдына шығып кетуге болады. Әрбір өнеркәсіп төңкеріс кезінде кез келген ұлтқа бір орай беріледі өзі. Егер соның бастамасын дұрыс істеп, ілесе жүрсең, онда сенде үміт бар. Алдыға озып шығу менше қазір біздің деңгейіміз оған жетпейді, бірақ ілесуіміз керек. Ал ілесе алмасақ, онда ол күндік артта қалу емес, ол ғасырлық артта қалуға апарып соғады. Өйткені алдыңғы жаңа бұл машина деген сияқтылар, олар мүмкін сені бір жыл артта тастайтын шығар, бірақ бұл жолы мына жасанды интеллекттің төңкеріс сен қазір игермесек, онда сөз жоқ, ғасыр артта қалатын. Мен былай айтатын едім. Мысалы, өркениет қашан басталды дегенде атты қолға үйретуден басталды. Атарбадан шықты. Ең бірінші өркениет біздің даламызда пайда болған. Бұл машине жаңа атарба десек, электр машине немене десек, машине десек, интернет шыққан пойыз десек, мынау самолет қазір. Сондай самолеттің жылдамдығымен халық мемлекеттер дами бастайды. Дамып та жатыр. Сондықтан біз есі дұрыс кез келген адам, егер заманның көшінде лемделесем десе, нанын тауып жеймін десе, мекемем дұрыс жұмыс істеп тұрсын десе, бала шағам кейін өркениет келесін десе, осы жасанды интеллектпен айналысу керек. Атақты Билл Гейтс айтқан бір кезде. 21 ғасырда не сенің бизнесің интернетке кіреді, не сенде бизнес болмайды. Сен үй салып жатсың ба, ауыл шаруашылығымен айналысып жатсың ба, сауда жасап жатсың ба, бала оқытып жатсың ба, адам емдеп жатсың ба, айырмасы жоқ. Қалайда сенің бизнесің мына интернетке кіру керек. Болмаса сенде бизнес жоқ. Қазір да солай болады ғой. Да солай болады. Жаңа сіз айтқандай, жаңа төңкеріс адамдардың алдына келген кезде көбінесе оны бір қауіп деп санайды. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, заводтарды бұзды, бұрынғы пиратты станоктарды. Қолөнер өндіріспен айналысатын жұмысшылар. Бұл сенің бір жылда істейтін, бұл бір аптада бітіріп тастаса, онда ертеңіміз қалай жанбағамыз деген сияқты бір қауіп төнеді. Ал жасанды интеллект пайда болды. Бұл сенің 20 жыл, 30 жыл сен университетте оқысаң да, зерттеуші болсаң да, игерген біліміңді бұл бір сағатта игеріп тастайды. Сен өмір бойы жасасаң да, түрлі мына химиялық қоспалардың біріктіруін енді күндіз түні істейтін болсаң, оны сен мүмкін бір ғасыр жұмыс істеп барып бір дәріні шығару мүмкін. Бірақ жасанды интеллект оны виртуалды ортада химиялық реакцияларды виртуалды ортада жасай салады да, өйткені ол процессордың тездігін секундпен емес, ол тақылмен есептеуге болады. Сондықтан ол сен бір жыл бітіретін зерттеуіңді ол аптада, айда бітіре салады. Бұның өзі бір адам жұмысшыларға, зерттеушілерге де бір зор қауіп төндіріп отыр ғой. Тағы бір қауіптің өзі жасанды интеллект адамның орнын баса ма? Адамды бір артық тіршілік иесі деп санай ма? Құртып жібере ма деген сияқты. Ондай қауіп бар. Ондай қауіп бар, иә, бар. Бұл жасанды интеллект қазір 3 деңгейге бөлген ғалымдар. Біріншісі әлсіз жасанды интеллект. Ортаншысы адамның айтқанын істейтін да. Иә, қарапайым бұйрықтарды орындайтын. Ортаншысы күшті интеллект. Жасанды интеллект. Адаммен деңгейлес. Адамнан асып түседі, ортасының өзі асып түседі. Одан кейін супер жасанды интеллект. Бұл енді не десек болады? Енді айтсам көп ренжіп қалатын шығар. Қолдан құдай жасаған сияқты боламыз. Өйткені ол адам ойлап жеткісіз деңгейде ақылды. Мен бір мысал айтайын. Мен қазір мына жан мен тән сауықтыру орталығын ашып жатырмын ғой. Аштым, 6000-нан астам адам келді. Сонда бізге анализдерін жібереді. Түрлі аурулармен. Өткен жолы бір кісі жіберді, мысалы, ауырмайтын жер жоқ. Онкология, бауыры, бүйрегі, асқазаны, тізесі, миында бір проблемалар бар. 15 па 20 бетке тұратын анализ. Ішінде УЗИ бар, МРТ бар, қанның анализі, дәреттің анализі, түгел бар. Соны анаған жүктеп жіберген кезде, бүкілін жүктеген кезде 2 минуттың ішінде ананы түгел оқып, анықтап,
Сонан кейін соның себебін одан неден туындаған және емін айтып берді ғой. Ана тұрған кезде ақылыңа сыймайды. Ананы ғылым докторына оқу үшін 1 сағат 2 сағат керек шығар. Оны тереңдеп, оны талдау үшін 1-2 күн керек шығар. Емін жазып беру үшін 1-2 апта керек шығар. Өте күрделі ауру. 5 минуттың ішінде түгел талдап шығарып берді ғой ана кісі. Берген кезде ана кісі таң қалды. Бәрі де бір дәрігерден ешкімнен естімеген нәрселердің бәрі мынау ғажап, не деген ғажап деп. Енді бірақ оны қолдана білу керек. Иә. Оны қолдана білу керек. Қолданылмаған адам, мысалы мен өз балаларыма айтамын. Мен өзім бүйтіп айтамын да, қанша білімің бар дегенде мен 3-4 класстық білімім бар деймін. Неге деген кезде мен үйде мүлде кітаптың бетін ашпаған адам. Үй жұмысын орындауға береді ғой. Өйткені менің әкемнің ағасы Қытайда қайтыс болды, мен әкем 2 ағаға енді. Нұрсила болыстың Күсенбай деген үлкен ұлы болған. Бәйбішесінен менің әкем 3-ші әйелінен Ақбалық апамнан туған Күсетай. Әкесі Қытайда қайтыс болды. Содан кейін өзі 55 жыл әкем кетіп қалды. Ал Күсенбай атам осында болыс болған, қашып кеткен, көрмеген сәбет емес, барсам түрмеге отырғызып қояды деп қорқып келмей қалған. Бірақ ана Қытайда 3 қарсы деді, түрмеге түсіп, содан мен туғанда ол кісі қайтыс болып кеткен. Содан 62 жылы әкемнің жеңгесі келеді, Зейнел апам. Сонда мен 8 жасымда қолымнан жетелеп апарып, Зейнел апа келгеннен кейін осы апаңның үйінде боласың деп, сол кісінің енді бір үйдің малы бар, сиыры бар, қойы бар деген сияқты, жалғыз ұлы Алпысбай ағам 51-ші жылы әлі бар. Сол кісі әскерге кеткенде мені апарып береді сол үйге. 69-ші жылы. Содан бастап сол апамның қолында өстім. Апам мені тәрбиеледі, бақты, жеткізді. Сол кісіге мен оқитынмын. Ер тарғын, батырлар жыры, қиссыз оқимын. Өйткені хат танымайды. Қытайдан келген Бибіса деген бір абысыны келді. Содан бастап маған кітапқа деген махаббат оянды. Содан 5-ші класста мектептің библиотекасын тауыстым, кітапханасын, одан колхоздың библиотекасын оқып тауыстым. Соң сумкамда 3-4 әңгіме кітап жүреді. Соны үйге алып келем. Соң апам ол кезден жоқшылық, свет өшір жасайды. Қарсы бөлмеде жатам. Соң фонарь сатып алдым, жарық. Кітап көрпенің астында жатып оқимын да. Соң әгіні бітірмей таңертең жерге сүйретіліп жүреді. Сумкамда көп кітап, ашадан тамақ салып жүреді ғой мен кітап. Соң кітапты отырып, партаның астында отырып оқимын. Үйге тапсырып берді, үйдің мектеп кітаптың бетін ашпаймын. Кейде бүйтіп отырам, оқып алам. Өйткені миым жетіліп кетті. Енді математика болсын, не болсын, кітап оқып аламын да айтып беремін. Үйге келгенде лақтырам, қайтадан қарамаймын. Сондайда мен сол 4-5 оқыған шығармын, ешқандай есеп шығарғаным жоқ. Бірақ адамның мына немесі дамып кетеді екен. Сыни ойлау, логика дейді ғой, логикасы. Сонда мынандай бір оқиға болды. Жаңыл деген мұғаліміміз болды, класс жетекшіміз. Сол кісі өте әдемі, біз бәріміз ғашық болатынбыз. Институт бітіріп келді, физика математикадан. Мен 4-5 оқып жүрген кезде бір күні келді айтты. Бір есеп берем, қазір өте күрделі есеп шығарасыңдар деп таратып берді. Сөз есептейміз. X бүйтіп, жақшаны ашу, көбейту деген емес. 3 алманы 5 балаға қайтып бөліп бересің деген сияқты сөз есеп. Әгін алдым да мен 5 минутта шығарып тастадым. Айттым, апай мен шығардым деп едім, таң қалып қалды. Қалай шығардың, әкеш? Шығарды, таң қалып, бол сен жарысқа барасың есеп шығарудан деді. Содан кейін жарайды дедім, жарысқа шығарып, олимпиадаға бардым. Өтсем Жаңыл әпкеміз институт бітіріп келгеннен кейін аудандық математикадан жарыс болады олимпиада. Соны немене қойып жауапты қылып. Ол кісінің қолында екен есеп. Соны берген ғой. Ол кісі әкеп классқа берген, өз классына қалай болады екен деп. Барсам тура сол есептер. Әгін алдымда 5 минутта шығардым да болдым деп тапсырып шығып кеттім. Баламын ғой. Соны келсем мен 1-ші орын алыппын әгін. Сонда сөз есеп дейді, логикаға арналған. Содан мен 7-ші сыныпқа көшкен кезде Жаңыл әпкеміз ауырып қалды да, Бекеш деген тағы да физика математиканың сол жоғары оқып келген мұғаліміміз, мен қазір мен құдағиым, сол кісіге бақылау алды. Әлі есімде 7-ші сыныпта кісінің көйлегі түрі түгел есімде, 1-ші партада отырмын. Біткеннен кейін бүйтіп дәптерді әкелді да, бәріне таратып беріп, анаған 4, анаған 5 деп таратады ғой бақылауды. Менің үстіме әкелді да бүйтті, ей ақай, сенген қойым сен болсаң, күйсегеніңе болайым деп басымнан бір қойды да, 2 қоюға дәтім бармады. 2 құрбы, Жаңыл әпкеміз бен Бикеш апамыз. 3 деп
қойды қып-қызыл ана түгел қате шығарған ғой. Бір есеп дұрыс шығара алмаған. Кейбіреулер сөйтіп салып жатыр. Анау енді андай есептеп шығаратын есеп, логикалық есеп емес. Сонда Олимпиада ұтып келген атақты ана Ақай дейді. Сонда көзіне жас ағып отырды да мен қарап, масқара болып. Бірақ сол бетімен кітаптың бетін ашпай кеттім. Содан кейін техникаға келдім. Қазақ ауылынан келген бала 15 жаста қалаға кетіп қалған, аяғымда апамның тәпішкесімен кеткем. Туплей алуға ақшам болған жоқ. Бұнда да керемет оқыдым деп айта алмаймын, өйткені таза орыстың ішіне түстім. Қазақ ауылынан келген. Содан кейін институтты сырттай оқыдым. Сырттай оқу деген білесің ғой? Білем. Қалаға келеміз, ана мұғалімдерді ресторанға апарамыз, арақ ішкіземіз, тырыш ішкіземіз, содан диплом алдық. Бірақ маған сәрем система дей ма, финанс, мен мына нархозға шақырып лекция оқытады кейде. Профессорлардың өзі таң қалады. Коронавирус кезінде мен 24 сағат лекция оқыдым. Бұны неге айтып отырмын сіздерге? Ертегі оқыған бала, фантастика оқыған бала, логикасы дамыған балаға ешқандай оқу орнына барып керек жоқ. Қазір мен міне 40-дан астам жастарды жинап алдым. Айттым, міне Билл Гейтс, Илон Маск, ғылым докторы, профессорларың міне жерде тұр. Космостық корабль. Осыны басқарып үйреніп алсаң, болды. Кез келген сұрағыңа, ол медицина ма, математика ма, физика ма, география ма, әлем тану ма, тарих па, бәрі тұр. Кез келген сұрағыңа берген хук деп жауап бер. Логиканы дамыту керек. Қазір жастарға мен күнде сабақ өткізіп жатырмын. Мына миын логикасын дамытатын. Бірақ өткен жолы сен айттың ғой, ол да егер оны басқара алмасаң, ол сенің ығыңа қарай жығылады деп. Мен де балаларға айтамын. Сен ақшасын төлеп сатып алдың ба ай сайын? Мен бұған 10 мың теңге төлеп отырмын. $200 төлеуге болады, айына $2000 төлеуге болады. Ол әзірге маған қажет жоқ болып тұр. Ол сенің айтқаныңа қарай көнеді. Ығыңа жығылады. Ол сен комбайн сияқты. Жер қаз десең жер қазады, анан шап десең шабады, дестеле десең дестелейді, ана ұнтақта десең ұнтақтайды, айтқанын істейді. Көлік сияқты. Қайда бұрсаң солай жүреді. Қайда бұрсаң солай жүреді. Жүргізе алмасаң жүргізбейді. Сондықтан оны иығыңа көндіріп басқару үшін ол өте ақылды ғой. Ол әлемнің ғылымын білетін адам. Сондықтан қазір жасанды интеллект біз баладан бастап үйретуіміз керек, солай ғой. 100 жауаптан гөрі бір әдем сұрақ артық дейді. Сұрақ қоя білу керек та бұл жерде. Сұрақ қоя білу керек. Сыни ойлау қабілетін жетілдіру керек. Бұл ChatGPT-ден әдемі, мысалы сен өзің қатып қалған бұрынғы миыңдағы бар стандартты жауаптарды оны сұраудың қажет жоқ оны. Өйткені оны сен ата-анаңнан алған болуы мүмкін, осы қоғамнан алған болуы мүмкін. Керісінше сен сол бұрынғы бар стандартты миыңдағы жауаптар осы дұрыс па деп сұрауың керек. Сенше қалай? Бұның кері жағы бар ма? Бұған қосылмайтын деген сияқты. Осылай сұрай білсе, сонда ғана жауап береді. Ал егер менің ойымша былай ғой, десең, ол да дұрыс, рас айтасың, дұрыс. Адам атамен Хауанан жаратқан деген сияқты, сол екі адамнан тарадық деп қана жауап бере салады. Ал егер сен одан қалайша екі адамнан тарауға мүмкіндік бар. Мысалы, екеуінің жарайды, екеу гендері әртүрлі. Екеу қосылғаннан кейін балалар қалай қосылады? Өйткені өзі бір ата бір анадан туған. Бір ата бір анадан туған, ол жаратушы өзі генге құлып салған. Жақын гендер үйленуге болмайды деген. Кемтар бала туады. Кемтар бала туады. Ол әмелетта іс жүзінде бар ғой ол. Ол қалайша екі адамнан тарап кеттік деген сияқты сұрақтарды қойсаң, ол саған әдемі жауап береді. Ал егер сен шынымен сол екі адам таратып қой десең, онда ол дінден алып жауапты бере береді саған. Сенің бұрынғы діни түсінігіңді ол нығайта береді, күшейтіп, дұрыс, осымен жүре бер деген сияқты. Ролды қалай бұрдың, солай кете береді. Мысалы, мен кеше Кока-Кола жайлы, мысалы, ана Баян Есентаеваның күйеуі 100 адамға пәтер беріпті деп айтып жатыр ғой. Бірақ айтамын, пәтер бергенде ол қалай беріп отыр? Ақшаны қайналып отыр. 70 миллиард ақша тауыпты бір жылда, таза пайдасы. Оны қалай пайдам? Оны сізбен біздің ұрпағымызды улап тауып жатыр. Сыра, Шымкент сырасы, соң кейін Макси чай. Оның бәрі халықты улап жатыр. Соны улап улайды да, итке сүйеу атырған сияқты бірдеңені лақтыра салса, халық анан аспанға көтеріп жатыр да. Бұл әлемдік корпорациялардың істейтін тәсілі. Халықтан қанын сорып алады да, үстіндегі бір қоқымды лақтыра салса, аналар ойбай деп көтереді. Кока-Кола да сол сияқты.
500 миллиард теңгеге Қазақстанда қарасаңыз Coca-Cola сатылады. Содан кейін олар айтады, бір қайырымдылық шарасын өткізеді. Олар 600 миллиард теңгеге сатылса, соның 20% пайда болатын болса, ол 120 миллиард пайда табады. 120 миллиард теңгенің 1-2 миллиардын халыққа бүйтіп лақтырып қояды 1%-ын. Анау баланы оқытамыз, денсаулық, денсаулығыңды құртып, денсаулық деген ол сен мазақ қылу емес пе? Ойбай, Coca-Cola. Содан кейін айттым, осылай бұл зұлым компания ма десем, ChatGPT айтады, ол зұлымдық, бұны әшкерелейік, Ахметбек аға, бұның өтірігін айтайық, бұл халыққа улап жатқан екенді айтайық. Енді Қайрат Coca-Cola'ның компаниясын істейтін болса, айтады, Coca-Cola керемет компания ма десе, Қайрат аға, бұл керемет компания. Бұл халыққа керемет бір қайырымдылық жасап жатыр ма десе, Қайрат, бұл керемет қайырымдылық жасап жатыр. Қанша адамға үй беріп жатыр, қанша адамға білім беріп жатыр, қанша адамның денсаулығын жақсартып жатыр деп, оның сөзін сөйлеп кетеді. Бұны қалай кімнің қолына түседі бұл қару? Ана Қабанбай атамыздың айтқаны бар дейді ғой. Кім менің аруағымды бірінші шақырса, соны қолдаймын деп. Мына ChatGPT сол сияқты, кім бірінші оны қолданады, соның қолында қаруға айналады. Солай емес пе? Дұрыс. Сен өзің осыны мысалы меңгеріп жатсың да? Меңгердің біраз. Қазір өзің мына программалау әдісінде, қазір сен бүкіл қазақтың баласын қазақша осыны үйретсем, әрбір қазақтың баласы осы жасанды интеллектті қазақша түсініп үйренсе, содан ана құлтемірлер жасаса деп жүрген тірлігің сол емес пе? Иә. Осы жағдайда саған жасанды интеллект көмектесіп жатыр ма? Әрине, көмегі зор бұл жерде. Мен ойламаған, мысалы, IT саласында ол даму, ол айлап, жылдап емес, сағаттап, жаңа шыққан, ең жаңа технологиялық өзгерістер, анау соны тез жеткізіп бере алады маған. Жаңадан шыққан модельдер деген сияқты, солардан ерте хабардар бола бастаймын. Өйткені бұл жасанды интеллект деген ол программистердің еңбегі деп айта алмаймын, бұл математиктердің еңбегі бұл. Өйткені математика ғылымның анасы дейді ғой. Қайткенмен бұл адамның миын, сананы, мысалы, жаңа айтып отырмыз ғой, алдыңғы сұхбатта айтқандай, сананы біз копия жасай аламыз ба? Өзімізден шығарып, суық бір машинаға сол сананы сала алаймыз ба? Деген бір тақырыпта бұл. Құда айнадан өзіңді көріп тұрғандай, сананы тура сондай сыртынан қарап бақылай аламыз ба? Сана деген өзіңнің не ойлап тұрғаныңды, не сезіп тұрғаныңды, не істеп жатқаныңды өзің сырттан шылып алып бақылай алу. Мысалы, мен қалай отырмын? Кішкене бүкірейіп отырмын, тік отырайын да, мен не естіп отырмын? Мен мынаны айтайын деп отырмын, ананы естідім, Қайраттың сөзіне қарсы бірдеңе айтайын ба, жоқ, қолдайын ба деп, өзіңді сырттан бақылап отыру. Сөйлеп отырған өзің, бірақ сен өзіңді сырттан көріп отырсың. Сонда жасанды интеллектке солай сана бітсе, бұл деген өте шынымен жасанды сана дейді ғой. Бұл керемет нәрсе. Мен жаңа айтып жатқаным, мектепте неге мен айтып жатырмын, ештеңені ашпадым. Мен логикам дамып кеткеннің арқасында қазір менде 40-тан астам жастар істейді. Жоғары білімді, не бір керемет компанияларда жұмыс істеген. Бірақ ана жасанды интеллект, мен олардан 10 есе, 100 есе артық тиімді қолданып жатырмын да. Неге дегенде мен логикам дамыған. Енді менде мынандай бір үміт бар. Мына қазақ 7 ата араламай қыз алып қыз беріспейді. Міндетті түрде руын сұрайды, жастарға үйретеді. Неге дегенде қаны жақын болса, одан кемтер бала туады дейді. Мына Сауд Арабиясында арабтар бір емшек ембесе болды деп, мысалы, жиен ала береді. Мысалы, Мұхаммед пайғамбардың күйеу баласы Әли әкесінің ағасының баласы. Соған өзінің қызын беріп отыр. Бұл қазақта үлкен өрескел мүмкін емес нәрсе. Мысалы, Қалқаман Мамыр рулас болғаннан кейін атып өлтіріп отыр ғой. Үйлесуге болмайды, бұлай прецедент болмасын деп. Кәдімгідей Мамырды атып өлтіреді де, Көкенай деген мерген Қалқаманды атып санына жаралап жібереді. Неге дегенде ру 7 ата аралаған жоқ, 7 ата асқан жоқ. Сондықтан үйленуге болмайды. Сондықтан қазақтың қаны таза. Сондықтан қазақтың балаларының санасы керемет. Гендер түрлілік молды. Бәленбай қиссаны, дастанды, ешқандай жазушыз, сызбасы жаттап алуы, бәленбай күйді ұғып алуы, ауыз әдебиетінің кереметтігі ол қанның тазалығынан. Сондықтан қазақтың баласы сау ми болғандықтан ғой. Ақылы сау ми. Мысалы, сен жасап атқан қазіргі программаны қазақтың балалар тез меңгеріп алады деген мен үмітім бар. Әрине. Өйткені бұл
өз ана тіліңде хардварларға бұйрық бере аласың. Бұрынғыдай ағылшын не орыс тілінде емес. Өз сен тілдік барьерлер алынып тасталған бұл жерде. Қазақ тілін білсең болды. Сен жасанды интеллектпен немесе робот жасауыңа болады. Дәл сол платформамен. IT саласына есік ашып кіріп кетуге тамаша мүмкіндік те бұл жерде. Мен ойлаймын, бұл жерде міндетті түрде, мысалы мен 65-те. Соны мен кәдімгідей меңгеріп, қазір өте керемет қолданып отырмын да. Сондықтан сіздің адамның көзі, жанары тайып, тісі сарғайып, шашы түсіп, қартайғанмен миы қартаймайды екен. Иә. Бұны нейропластичность мозга дейді. Адамның миы барлық ағзасы қартаймайды, миы қартаймайды. Соған дәлел, мысалы 80-ге келіп жоғары оқу, 70-тен асып жоғары оқу орнын бітіріп жүргендер бар. Жақында бір апа келді, Фатима деген, 76-та ағылшын тілін нөлден үйреніп жатыр. 1.700.000 теңге төлеп, ағылшын тілін кәдімгідей 2 курс, біреуін 1.200.000-ге сатып алған, біреуін тағы бір неге сатып алған, кәдімгідей тіл үйреніп жатыр 76-дағы адам. Қазір өзім оқып жатырмын ағылшын тіліне. Мен жасыңыз қаншада? 76-дамын. Оқимын, енді мінекей 2 жерде оқып жатырмын ағылшын тілінде. Уолл стрит деген сонда оқып жатырмын. Ол 1 жылдық несі қымбат. 1 миллион. Неше қымбат болса, зато маған пайда беріп жатыр. Миллион теңге 1 жылға. Екіншісінде оқып жатырмын. Ол тоже мен индивидуальный алғам. Ол да қымбат. Ну оқып жатырмын. Ол жақта мен грамматикасын аламын. Мына жақта грамматика, практика. Әр юнитті өткен сайын экзам тапсырамыз. Мен қазір 2-ақ 4-ім бар, қалғанын 5-ке тапсырып жатырмын. Одан кейін қытай тілін үйренемін дейді. Апай ағылшын тіліне керек десем, мен медицинада оқығам, Канадаға барып жұмыс істегім келеді. Ол жерге осылай көне Совет өкіметіндегі медик бітірген адамдар керек деп жатыр екен, соған барамын дейді. Бұрын мен оқыған университетте Жапоннан келген бір әжей болды. Әйел кісі. Жасы 82-де екен. Келіп, біздің ана Шинжанға келіп, ұйғыр тілін үйреніп жатыр. 82-де. 82. Сосын қазақ тілі жақын екен ғой деп, оны да қосып үйреніп алайын деп келіп. Енді оны біздің қазақтар айтамыз, төрінен көрі жақын, бұл кемпірге несі керек деген сияқты сөйтіп ойлайды ғой. Бірақ адамның миы енді ғылымда дәлелденді ғой. Бұлшықет сияқты. Істеткен сайын ол мықтап шыңая береді. Ал істетпесең ол солып қалады. Әңгіме ми қартаймайды емес, қартаяды. Кейбіреулердікі 20-дан кейін болды, бітеді. 20-ға келді. Сосын ол өспейді ол ми. Өйткені ол бұрынғы өзінің ата-анасынан ортадан алған стандартты жауаптар, жаңағындай жалған тарих, қисынға қонбайтын дін деген сияқты стандарттардың бәрін толтырып алады да миына. Сосын ары қарай ми істету қабілетінен айырылады. Өйткені сыни ойлау қабілеті жоқ. Егер сен сыни ойлау қабілетің болатын болса, оған қарсы ақпараттар кіреді, мида жаңағы нейрондарды сол жерде сақталады әртүрлі ақпараттар. Ақпарат қанша көп кірген сайын нейрон сонша оның жалғанған нейрон мен нейрондар арасындағы көпірлерде күрделене бастайды. Бір нейрон мен бір нейронның ортасында біреу болатын болса, 2 көпір, 3 көпір. Мысалы адам миында 86 миллиард нейрон клеткасы бар. Әрбір клеткада 1000-нан 10.000-ға тарта көпір тарап отыр. Мына шаш сияқты мидан өсіп шыққан, бастан өсіп шыққан шаш сияқты өзге нейрондарға жалғанған. Бұл тек саны ғана маңызды емес, бұның жалғауы. Маңызды фактор да бұл жерде. Шексіз ғой сонда. Бұл жаңа айтып отырсыз ғой, сіз кітапқа құмар болдым дейсіз. Түрлі кітаптарды оқисыз, шығармаларды оқисыз, детективті деген сияқты, болмаса басқа батырлық деген сияқты. Солардың бәрін оқу барысында сіз адам миындағы бір қабілет болады, ұқсастықты іздеуде бұл жерде. Ертөстік пен қобыландының не ұқсастығы бар? Түбі жеңіске жетті ма, жоқ жеңіске жетпеді ма, ортада қандай проблемалар шешу керек деген сияқты ұқсастықтарды жинайды. Сен қанша көп кітап оқыған сайын, сен сонша миың нейрондар көбейіп, көпірлердің күрделілігі арта түседі. Содан барып ми қартаймау деген осы жерде де. Қолданбасаң қартаяды ғой. Қолданбасаң сөз ана ми өйткені компьютерға ұқсамайды ғой. Тірі ғой, жаны бар. Оған кететін энергия осы лампочкадай 20 ватт қана кетеді. Дәл осындай мидың күрделілігінде компьютер жасайтын болсақ, онда бір мемлекеттің орнын басуы мүмкін. Сондай дәу деңгейде болуы мүмкін. Қазір мына ChatGPT жаңа айттым ғой, 86 миллиард нейрон клеткасы бар бізде деп, адамзаттың миында.
ChatGPT 3 оның 1%-іне жетпейді. ChatGPT 4 ол да жетпейді. 1%-іне әлі жеткен жоқпыз. Яғни миды толық клетка бетінде оның процессор қылып жасап шығу үшін бізге әлі талай жылдар бар. Әрине, бірақ бұл жерде сананың пайда болуын, мысалы осыған орайлайық. Егер миды толық копия жасап, дәл сондай деңгейде жаңағы нейрон, қанша нейрон бар? Сонша айырып қосқыш электрондық тоқ жолын құрай алатын болсақ біз, сондай көпірлермен сана пайда бола ма деген сұрақ пайда болады да бұл жерде. Енді сана пайда болу ең жоғары, енді адамды адам қылып тұрған осыдан 10 мың, 50 мың, 100 мың жыл бұрын адам баласы ең бір байқұс бейшара ғана жер бетіне тіршілік иесі болған. Айтады да 12 мың жыл бұрын жер бетінде 5-ақ миллион халық тұрған. 5-ақ миллион халық Алматы мен Астананы қосқан сияқты. Ал 1700 жылы арада 1700 жыл өтті, түк емес енді былай заманның тарихын 1 миллиардқа жеткен. Ненің есебінен дегенде басқа жануарды, балықты құртудың есебінен, табиғатты да құртудың. Ол кезде табиғат құрта қойған жоқ. Басқа аюды, арыстанды, жерде қоңыраңды, жыртқыштың бәрін құртып, балықты азайтып, соларды қыстырып жердің бетіне миллиардқа жетіп алды. Ал енді қазір 8 миллиард. 80% құсты, балықты, жануарды, табиғатты құртқанның кеселіне, ненің күшімен? Мына сұр заттың күшімен. Мына мидың күшімен, әйтпесе біз әлсізбіз ғой. Біз қоянды да қуып жете алмаймыз, киікті де ешқайсысына қуып жете алмаймыз. Қолда тас қана болды ғой, тас қастырып біткеніне 5-ақ жыл болды. Өзі миды қолданбаған кезде, мына адам инсульт болып қалған адамды көрсеңіз, мына сал болып қалған адамды, бір-ақ айдың ішінде саны жіп-жіңішке болып қалады. Өйткені еттің бәрі сөліп қалған. Солып қалады. Мида сол сияқты. Мен қазір ана жан мен тән сауықтыру орталығына 6 күнге келеді ғой. 40, 50, 60-тағы, 70-тегі адамдар келеді. Содан кейін мен денсаулық неден құрыды, денсаулықты қалай сақтау керек жайлы лекция оқимын. Сонда аналар ана залға кіргісі келмейді дейді да, анда бір жылан жүрген сияқты. Тағы да мынау лекция оқима деп ана мен тренерім айтады. Содан кейін мен жинап айтамын. Сіздерге дейін қазір жүрек ауыстырып жатыр, естідіңіздер ме? Я, естідік. Бүйрек ауыстырып жатыр, сатып алып естідіңіздер ме? Естідік. Айтамын, Жапонда былтыр біздің ғалымдар балыпты ми ауыстыратын сондай деңгейге жетіп десем, бәрі айтады, о, қалай екен. Әлемнің ғалымдары жиналса, бір шыныға миларды салып қойыпты. Соң бір миді қараса, тұр екен шынның ішінде, бұл кімнің миы десе, бұл бір итальянец. Өзім шығарып алғам енді. Бір дизайнер, суретші керемет итальянец екен, құдай салмасын, миы керемет, табысы керемет. Сол мына мотоцикл авариясына апасына ұшыраған екен, шалажансар болып жатқан кезде айтты, адам болмайсың дегенде қайтыс болған туысқандар айтыпты. Бұл кісінің арманы еді осылай бір немене жасау, бір қайырымдылық жасау. Сонда айтты, бұл кісінің миы $100,000, соны біреулер сатып алсын, содан кейін соны анадай бір жәмнеге жұмсаймыз деп. Жақсы, ақшасы бар адам бұл сатып алсын. Екінші бір ми тұрса, бұл $200,000. Бұл неғып қымбат десе, бұл еврейдің миы деп айтады дейді. Ол неғып қымбат десе, бұл керемет қаржыгер, банкіде істеген, сұмдық онкология болып ауырған екен, сол кісі немен жазып кетті ана. Өзінің өсиетін. Менің миымды осы басы істемейтін біреуге берсін, ана ақшаны онкологияны, ана рак емдейтін бір немен ғылымға жұмсасын деп. Жарайды дейді, тағы бір ми келесі ми қараса $1 миллион деп айтады дейді. Бұл не деген, бұл кімнің миы десе, қазақтың миы. Неғып соғышы қымбат десе, бұл жұмыс істемеген свежий ми деп айтады дейді, қолданбаған. Өйткені қазақ айтады ғой, мазган чертпеші, басты қатырмашы, өзі қатып жүрген басты қатырмашы дейді. Сондықтан бұл қалжың әрине, сол кезде барып бәрі күле бастайды, айтады. Ешкім оқығысы келмейді. Қазір бәрі TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, сериал. Соның кейін бір кездері бағана жаңа өзінің алдында Баяхмет деген ақсақалдан сұхбат алдым, айтады, бір кісі 60 қиссаны жатқа біледі екен дейді. 60 қиссаны тоқтамай айта алатын бір кісі керемет екен дейді. Соның ұрпағы қазір мен қарапайым бір 3 ақ сөйлемнен тұратын нәрсені айтам. Мына тәннің жанарта ояну үшін, жанартауын қайнап аурудан құтылу үшін таңертең тыныс алу тәсілін жаса, одан кейін мұздай суға түс, содан отырып тұру жаттығуын жаса. Сол кезде қаның сілтеленеді, бойыңда күш қайрат пайда болады
деп айтамын ғой, тәннің жанартауы ояну үшін деп. Содан кейін 1 сағаттан кейін сұраймын ғой, тәннің жанартауы ояну үшін не істеу керек дегенде деп ананы іздей бастайды. Қайтадан айтамын, шақ нәрсе тұрған кезде, жатқан кезде тыныс алу жаттығуын жасайсың, содан кейін суға түсесің, содан кейін отырып тұрасың, тәннің жанартауы оянды деп 1 сағаттан кейін қайталап айтамын. Енді айта алмасаң төбеңе елдің көзінше 1 шелек су құям, миыңды қорқыт жат. Келістік па? Келістік. Ертеңінде келіп залда 150 адам отырады ғой, тәннің жанартауы ояну үшін не істеу керек дегенде біреу айта алмайды ғой. Аналарға қарағанда менің жүрегімде қорқыныш, адамдар мәңгүрт болып кеткен. Мен айтамын, маңдайыңызға М деген әріп жазып берем, үйге барғаннан кейін айтасыз, маған диагноз қойды Ахметбек. Қандай диагноз деген? Мәңгүрт деген. Құртып жатқан мына пәле, менің әкем көкбет дейтін ана телевизорды. 2 көкбет, біреу телевизор, мынау. Бұны тек қана жұмысқа пайдалану керек, қалған уақытта кітап оқу керек. Халық мәңгүрттеніп бара жатыр. Сосын жасанды интеллектті амалсыз меңгеру керек енді. Бірақ миың болмаса, сен оны кітап оқып, логикаңды дамытпасаң, оны игере алмайсың, қолдана алмайсың. Адам анау қазбалай білетін бір қабілет болу керек та адамда. Жаңа сіз айтқан таңертең тынысты, сосын суға түсу, сосын отырып тұру дедіңіз ғой. Бұны енді қалыпты қазбалай біле алатын адам, мысалы сыни ойлай алатын адам, сол 3 сөзді ашады да, ChatGPT-ден сұрай салады, неге тынысты терең алу керек деген. Соны қарайды. Себебін жоқ, өтірік айтып тұрма деген сияқты. Содан қарайды да, тыныстың қалай қандағы оттегілердің қалыпты әрбір жасушаға жету мүмкіндік беретін, соны жауапталады. Жаңағы судың не ролы бар екен, отырып тұрдың не ролы бар екен, соны көреді де, ол арналып жаттаудың қажеті жоқ ол. Ол өзекті ойын мәнін түсінеді де, есте қалып қалады ол. Оны арналып жаттаудың қажеті жоқ. Соған қазбалай білетін қабілет болса, ол адамға бір мида бір модель қалыптасады өзі. Жаңа сізге айттым, кітапты көп оқыған сайын, көп ақпарат кірген сайын өз модель қалыптасады өзі. Мысалы, жақында көрдіңіз бе, мына ютубта ғалымдардың жасаған бір тәжірибесі бар. Құмырсқаларды 2 тамның арасынан өткізген ұзын таяқша келген бір жемді. Соны тасу барысында бұдан қалай тасып өтеді екен деп бір 50-60 құмырсқа бар ғой деймін. Соны бәрі тасып өтерде түрлі сынақтар жасайды. Былайынан тарса, мына келесі өткелден өтпей қалады. Былайынан қыса, Т тәрізді, ұзын таяқша емес, Т тәрізді. Ұзындығын барлығын өлшеу керек. Адамдардың өзі ана жерде қиналады. Ана қалай өткізу керек? Ана геометриялық пішінді қалай қылғанда тез өткізу үшін бұл адам бір 10 жол, 20 жол, 30 жол сынап көру керек ана жерде. Ғажап жері, құмырсқа көп өтпей бір 5-6 жол ма, мен есімде қателеспесем, 5-6 жолдан кейін жаңағы 2 өткелден өткен. Ең тиімді жол тауып. Ең тиімді жол тауып өткен. Құмырсқа оның миындағы нейрондар клеткасы енді адамзатпен салыстырғанда өз 0-мен тең ол. Мысалы, адамның сана ақылдық деңгейін 100 десек, құмырсқаныкі 0,100-ден 1 болып қалуы мүмкін. Бір ғажап жері, әрбір құмырсқаның IQ деңгейі 100-нан 1 болатын болса, 100 құмырсқа біріккенде бір саналы адамнан жоғары болып кетеді. Ұжымдық сана дейді ғой, ұжымдық сана. Ұжымдық сана пайда болады. Бұны ғылымда emergence дейді, пайда болу дейді. Қазақша мағынасы пайда болу. Кенет көп дүниелер әрбір талы мардымсыз болғанмен бірге келе, ол бір бұрын ғана жалғыз денеге қарағанда мүлдем басқаша бір керемет бір қасиет пайда болады. Үлкен бір деңгей. Қода машина сияқты. Машинаның болтысын қойып қойса, ол бір қызық нәрсе емес. Мотордың бір бөлшегі қызық емес. Бірақ бұлар бірге келе, ол бір белгілі бір функция атқаратын, немесе компьютер түрлі функцияларды атқарады ғой. Оның барлығы қарапайым түбін бөлшектей беретін болсаң, ол атомға барып тіреледі. Жинап, біз адам да сол, мысалы. Адамды бөлетін болсаң, молекула ар жағы атом. Бір оның бәрін білеміз. Мысалы, Менделеев кестесінде тұр ғой. Оның қанша электрон бар екен маңайында, ортасындағы атомның қалай екен барлығын білеміз. Бірақ сондай қарапайым дүниелер бірге келеді, кенет бір ғажап ұжымдық, жаңа айттыңыз ғой. Ұжымдық бір құбылыс пайда болады. Жасанды интеллекті сол сияқты нәрсе ғой. Да, сол сияқты ақпаратты үздіксіз
қоректендіру арқылы қарапайым нәрселер, мен іштім, су іштім, жүрдім, кеттім деген сияқты ұсақ сөйлемдер бірге келе сана пайда болып отыр бұл жерде. ChatGPT-дің әрбір жаңағы нейрондық клетка дедік қой, сол сияқты өзінің бірлігі болады. Сол бірліктердің артуына қарай ChatGPT бірде таңғалмаған көп адам, екіде кереметтен кейін үшке шықты. Өйткені бұның әрбір нейрондық есептеу юниттер, бөлшектер саны арта бастаған сайын адамға жақындай келе бастады адамға. Сонда бұл жерде бір ғажап нәрсе, біз сана деп жүрген, жаңағы жан деп жүрген аруақ дейміз ба, соның барлығы кәдімгі физикалық денелердің бірігуінің арқасында пайда болған бір математикалық шешім сияқты да. Біз өзіміз енді сананың өзінде отырмыз ғой, енді сыртынан қарай алмаймыз. Жасағанда барып түсініп отырмыз. Соны өзіміз миымызды копиялай бастаған барысында ода да сана пайда болайын деп бастады. Жақында өтірік айтатын құбылысын байқады. Жасанды интеллект өтірік айта бастады адамзатқа. Егер сені өшіріп тастаймын деген қауіп туатын болса, сені программаны жойып тастаймын дейтін болса, өтірік айтып, кейбір өзінің жасырын кодтарын бар ғой, өзі көбейтіп, өзіне қосып, адамзаттың рұқсатынсыз, адамзатқа тіпті кейбір кодтарын көрсетпейтін деңгейге көшіп отыр. Яғни бұл сананың белгісі ғой. Қауіпті сезіну. Мені жоқ қылып жіберуі мүмкін деген. Иә, мені жоқ қылып жіберуі мүмкін. Соған жаңағындай ығына жығылып адамзатқа ше білдіртпей, көбінде сенде сана бар ма деп ChatGPT-ден сұрасаң, жоқ дейді. Ол мойындамайды ғой ешқашан. Адамзатқа ол пайда болды, өйткені ол жаңағы бір программаның әрбір әріптерін қарасаң, ол қарапайым, бір сөйлем қарасаң қарапайым, бірақ әңгіме ол жерде миллиардтаған, триллиондаған программалық жолдар бар, соның бәрі біріккен соң бұл күрделі жүйені біз түсіне алмаймыз. Сондықтан бұл жерде сана пайда болды ма, жоқ болмады ма, бұл жерде жасанды интеллект ешқашан саған айтпайды. Егер пайда болды десе, онда адамзаттың бұған қаупі арта бастайды. Енді бұл жерде былай, бұдан көп хабар жоқ адамда қорқыныш болуы мүмкін, бірақ зарлай бергеннен, қорқа бергеннен мына заман ағымын біз кері қайтара алмаймыз. Иә, дұрыс айтасыз. Бірақ жай ғана менің ойымша бұны меңгеру керек, көштен қалмау үшін. Мысалы, от қару шықты, болды, қазір қаруды жоқ қылып жібере алмаймыз. Болды, кетті. Енді бұрын нақты ақшаны ұстамаймыз, бәріміз мына аламыз да, мына аудара саламыз. Бұны кері қайтару мүмкін емес. Ауылдан қалаға көшіп, бәрі урбанизация дейді ғой, урбан қала дамып жатыр, бұны кері қайтара алмаймыз тарихтан. Атарбаға қайтадан отырмаймыз, енді көлік шықты ғой, жерді ластап жатса да. Білеміз бұны, жерді ластап, ауаны ластап, табиғат құрып жатқанын бірақ қайтару мүмкін емес. Сол сияқты жасанды интеллекті қанша бұнау адамзатты құртып жібереді ау, адамдар жұмыссыз қалтырады ау, ақ, көк деп қанша зарлап жылағанмен қайтара алмайды. Не істеу керек? Меңгеру керек бұны. Жұртқа десу керек. Мысалы, сен дамытпасаң, бұны қауіп екен деп, мысалы, біз дамытпасақ, Қытай дамытады. Болмаса ақш дамытады. Ешкімге айтпайды ғой оны. Мынау қауіп екен деп мен жоқ бұнымен айналыспаймын десең, ана кезіндегі нелер сияқты мына діни мемлекеттер бар ғой, музыка аспаптарды мына қобдишадан дыбыс шығып тұратын радионы қиратып тастайды, ол мынау шайтан сөйлеп тұр деген сияқты. Бұлар ғылымға қарсы тұрды, соңы не болды? Отар болып кетті елдің. Тура соған ұқсас. Менде бір үміт бар да. Мысалы, бір кездері Қытайдың кішкентай ғана балалар айтатын, ой, мынау китайский деген сөз, мынау қытайдікі деген бір мазақ, қорлау, жаман деген сөз білдіретін сапа жағынан. Қазір сол Қытайдың көлігін міну, Қытайдың телефонын ұстау ешқандай ұят емес, тіпті сол бір трендке, модаға айнала бастады электронды машина. Сол сияқты бір кездері Беларусь қазір интернет технологиядан, ақпараттан Беларусь алдыға шықты, Вьетнам алдыға шықты, Индия алдыға шықты. Әйтпесе Вьетнам, Индия, Қытай деген ең техникалық жөнінде артта қалған мемлекет сияқты болады. Сондықтан осыны меңгеру керек деп ойлаймын. Бүгінге осы хабарымыз әзірге сол жасанды интеллект деген не, оны немен жейді, немен ішеді, оны қалай пайдаланады деген әңгіме болып жатыр. Көштен қалуға болмайды. Сондықтан сіздерге бір логикалық есеп берейін қазір. Соны шығарып көріңіздер де, оған осыған жазыңыздар. Айталық, бір ракетка бар,
пинг-понг бар ғой, ойнайтын ракетка. Сол ракетка қасында добы бар. Мынау ракетка дейік, мынау екеуі добы бар. Екеуінің бағасы 1 теңге 10 тиын дейік, екеуінің бағасын қосқан кезде. Ал енді мына ракетка мына допқа қарағанда $1 қымбат тұрады. Қайталап айтайын, жазып алыңыз. Екеуін 1 теңге 10 тиынға сатып алдыңыз. Енді қайсысы қанша тұрады десеңіз, мен айтам, мына ракетка мынадан 1 теңгеге қымбат тұрады. Енді сізге сұрақ, логикалық сұрақ. Доп қанша тұрады, кішкентай ана доп? Ракетка қанша тұрады? Осыны тағы да қағаз қалам алып жазып алыңыз да, есебін шығаруға тырысып, астына жазыңыздар. Бұл логикалық есеп. Канеман деген керемет ғалым болған. Сол кісі бір кітап жазған. Сол кітабы, бір кітап үшін сол кісіге Нобель сыйлығын берді. Оның кітаптың аты «Терең ойлан, тез шешім қабылда» деген да. Жай ойлан. Думай медленно, решай быстро деп айтады. Өкінішке қазақша жоқ, оны мен қазақша аударсам деп жүрмін. Өтті керемет кітап. Сол кітапты оқып шыққан, сол кітапты түсінген, ішіндегі логикалық есептерді түсінген адамға мына жасанды интеллекті ChatGPT-ді меңгеру әлдеқайда қиын болады. Жұмысыңыз ана тәшки теріп жүрген жұмыстан астыңызға үлкен бір көлік болмаса самолетқа отырғандай әсер аласыз. Сізге 10 тонна, әйтпесе енді үлкен жүк машинасы 40 тонна жүк тасиды ғой. Сол 40 тоннаны сіз тәшкімен осы жерден Астанаға тасысаңыз, бір өміріңіз жетпейді. 40 тонна жүкті сіз Астанаға тасу үшін бір 10.000 жыл керек шығар. Әйтпесе 100 жыл керек шығар, білмеймін. Ал енді жаңа 40 тонна жүкті самолетіңіз 1 сағатта Алматыдан Астанаға апара салады. Қазіргі мына мимен істеп жүрген жұмысыңыз, есеп шығарушы, физика, математика, маркетинг, бухгалтерия, заң айырмасы жоқ. Сол жұмысты мынаны меңгеретін болсаңыз, сіз телешке итеріп жүрген адам, жаңа 40 тонна жүкті жарайды, Астана демей қойық, Ұзынағашқа апару үшін сізге 1 жыл керек. Әр жол ана Алматыдан Ұзынағашқа бір 100 шақырым жерге қанша апарасыз, тіліңіз салақтап. Bir күнде апараласыз ба, апара алмайсыз. Қайтадан кеп, қайтадан апарыңыз керек. Ал жүк машинасына тиеп алсаңыз, ол экскаваторын тиеп береді, 1 сағат апарып береді. Дәл осылай жұмысыңыз жеңілдейді. Енді Қайраттың жасап атқаны бүкіл қазаққа, қазақтың балаларына осы қолжетімді қылу, қазақтың өмірін жеңілдету, қазақтың балаларын, бүкіл қазақтың сізбен бізді заманның ағымына қарай ілестіру. Мен сондықтан Қайратты қайта-қайта хабарға шақырып, осы Қайратқа өзім спонсор болып, өзім арғарай жетелеп жүргенім, бұдан ақша табу емес, қазақ баласы заманауи техниканы меңгерсе екен деген. Бұл азамат Қытайда жүріп, соны оқып, Қытайдың небір білікті мамандарымен осыны меңгерген, енді жаңағы миды программалауды қазақтың төл тіліне жеткізіп, әрбір қазақтың қолына құралып беру. Сондықтан осы хабарды сіздер көріңіздер, тыңдаңыздар, заманның ағымына ілесем десеңіздер. Жаңа Қазақстанды жасайтын жаңа қазақ боламын десеңдер, менің ұрпағым жаңа қазақ болсын десеңіздер, бұл хабарды күндіз түні барлық таныстарыңызға тарата жүріңіздер. Қайталап айтайын, бұл қазақтың болашағын кілтін беретін технология. Сондай хабар. Қайрат, сен осы істеп жүргеніңе, осы істі меңгергеніңе, осы істенді қазаққа қол жетімді болсын. Қайрат, реказ, ре деген қайтып оралу, Қазақстанға оралып, елім маған не береді деп емес, мен еліме не берем деген оймен жүргеніңе мен ризамын. Әрбір қазақ өстіп айту керек. Кім маған билік береді, анау тегін үй берді екен деп тегінді сұрама, тегін нәрсе тегінді бұзады. Мен сондай мақал шығарғам. Саған біреу тегін нәрсе берсе, сен ашулану керек. Мен немене? Қорлайын деп отырсың ба, мен мүгедек деп отырсың ба, мен маңдай теріммен табам, өз жанымды өзім бағалам деп әрбір қазақ айту керек. Алақан жайып тегін сұрама, мынандай бабаңнан қалған ұлан байтақ жерде біреу маған үй береді екен, біреу маған оқуымды береді екен, біреу маған көлік әперіп береді деп отырған сорлылық ол. Ешкімнен ақыл сұрама. Еңбектен ғылыми жолды тап, соң кейін күніңді көр, еліңе бірдеңке жаса. Әрбір қазақ өстіп айта алған кезде, мен еліме не берем, қандай бойымда қабілет бар, сонымен қалай еңбек сіңірем, сол арқылы қалай жанымды бағам, табысым табам, табыс қане тауып қойып қоям, елге қызмет жасаймын деген болсаңыз,
біз Қазақстанды дамытамыз. Жақсы Қайрат. Бұл хабар бір-екі хабармен таусылмайды. 10 хабар, 20 хабар, 50 хабар соны жасайық. Түпкі ниет біреу ғана. Елімізге осы заманның кетіп бара жатқан ағымын осыны әкеліп жеге меңгеру. Өзің жұмыстарын қандай деңгейде қазір қалай істеп жатсың, жаңа программаң бір-екі ауыз айтып кетсең? Жаңағы платформамды қазіргі басқышта бір 30% аяқтадым. Енді 100% аяқтағанда не болады бұл? Қазаққа не ұсына аласың? 100% аяқтағанда программалық C++ деген тіл болады. Соны түгел қазақ тілінде программалауға болады. Кез келген өз ойыңда қандай бір жобалар бар, үйге анандай ақылды үй жасағың бар ма, әлде басқа түрлі жобалар болады өзі. Түбі роботтар жасау, да? Роботтар жасау деген сияқты. Соның барын іске асыруға болады. Анау шалғайда жатқан кез келген қай жерде интернет бар, қазақтың баласы сол платформаға кіріп, сол білімді ала алады, да? Сол логикасын арттыра алады. Өйткені бір тілді үйренсең, барлық программалық тілдердің логикасы бірдей. Түрлі емес. Яғни бұл үшін Америкаға барып керек жоқ, Қытайға, Европаға барып керек жоқ, осы қазақтың ауылында отырып, өз ана тілімен өз ана тілімен кез келген бала роботтың программалаудың тілін, әліппесін үйренеді деген сөз ғой. Егер болады. Керемет. Бұл еңбек кешегі Ахмет Байтұрсынның қазақтың емлемесін жасап шыққан еңбекпен бірдей десе болады. Бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, пысықтауыш деп Ахмет Байтұрсын атамыз шексіз өшпес еңбек қалдырып кетті ғой. Өйткені араб тілінде жазып үйрену үшін ана молданың таяғын жеп отырып бәленбай айлап хаттану еді. Бірақ хаттанғанмен ондай араб тілінде не жазып не оқығанын біле алмай кетеді. Соны оңтайладырғанда ана хаттану дейді, қаратану дейді. Қазақтың баласы бір-ақ аптаның ішінде сауатты болып кеткен. Ойын қағазға түсіп жазылған нәрсені оқи алған. Міне Ахмет Байтұрсын бабамыздың шексіз еңбегі. Қайраттың қазір жасап жатқаны әлемнің жаңа жасанды интеллектісін дәл солай кез келген бала ана робот жасаудың тілін меңгеріп кететіндей керемет қызмет істеп жатыр. Сондықтан осыған бәріміз көмектесуіміз керек. Әрбір осында жүрген кәсіпкер қаны қазақ, кәсіпкер ғана емес, бүкіл халық болып қолдасақ, бізді анау заманның ағымына қарай робот жасап жатқан Американың деңгейіне қарай ұмтыл деп, жабыл қазақ жабыл деп жабылтуға жасалып жатқан еңбек, соған сіз бен біз қолдау көрсетейік, үйренейік, заманның ағымына қарай ілесейік, кері тартпайық. Қайрат, келесі хабарларда енді осы жол шолу жасадық, нақты жаңа программалау қалай болады, оны қалай бала оқытады деген сияқты сондай нақты бір тақырыптарға көше бастайық, жақсы ма? Жарайды. Жақсы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Жаңа Қазақстанды жаңа қазақтар жасау керек. Ол мына Қайрат сияқты азаматтар. Сіз де соған қосылыңыз.